магистрлық диссертациямды қорғап келгеннен кейін ағылшын тілінде, яғни тілді ұмытып қалмау мақсатында докторлық диссертациямды осы Қазақстанда жазып шықсам деген бір ойда болдым, ағылшын тілінде. Сол кездегі мына министрліктің негізгі ережесіне сәйкес сіз қандай бөлімде оқысаңыз да диссертациялық жұмысты қалаған тіліңізде жаза аласыз. Бірақ жаңағы алғашқы уақытта менде кафедрадан қарастыру барысында қиындықтар туындады. Яғни мен оны қорғай алатындығымды біріншіден дәлелдеуім қажет болды кафедраға. Жаңағы ереже бола тұрса да. Екінші мәселе ол диссертациялық кеңеске келіп, барлығынан өтіп, қорғау процесінде. Яғни менде тағы да ол жағынан қиындық туындады. Яғни маған отырған комиссия, неге сіз ағылшын тілінде қорғап жатырсыз, неге орыс тілінде қорғамадыңыз, сіз не орыс тілін білмейсіз ба деген сұрақтар маған қойылды. Білмесеңіз сонда сіз қорғай алмайсыз ба? Яғни бұл жерде былайша айтқанда докторанттың мысалы ол құқығын шектеу деп есептеймін мен. Өйткені министрлік сізге рұқсат беріп тұр, бірақ жаңағындай сіз мына жергілікті бір жеке субъектілерге қалағанына ыңғайлануыңыз керек. Сол кезде сіз қалай болғанда да басқа бір жолдармен мысалы жаңағы айталық комиссияның құрамының жалпы көңілінен шығуға тырысасыз. Сол үшін мысалы менің жалпы қорғауым бір тілде емес, ағылшын тілінде, яғни 3 тілде өтті деп айтсам болады. Қазақша талап еткендерге мен синхронды түрде қазақша түсіндірдім. Аударып отырдыңыз, әрі өзіңіз қорғап жатсыз, әрі өзіңіз аудармашысыз, бәрінің қызметін қатар алып жүрдіңіз. Солай болды менде,